Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, біріншілер қатарында болып зейнеткерлер турасында жаңалықтарды білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписывайтесь және де бір ғана лайк түймелерін басып каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қоса кетуіңізді ұмытпаң. Әрбір лайкыңызға Алланың нұры жаусын. Ал онда біз бастадық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі міндетін атқарушы зейнетақы жүйесін 1 шілдеден не өзгеретінін айтты. Жаңа әлеуметтік кодекстің жобасы мемлекет басшысының қарауына ұсынылған. 1 шілдеден бастап мемлекет күшіне енеді. Ведомствоның қаралуы негізінде зейнетақы 3 ұрпақты қамти алады. Құжатта зейнетақының артуы қарастырылған. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап болашақ зейнеткерлер үшін жұмыс берушілердің қосымша зейнетақы жарналары талап етілуі енгізілген. 1998 жылға дейін 1990 жылға кейін шыққан зейнеткерлер зейнетақысының негізгі бөлігі мемлекеттен, ал болашақ зейнеткерлердің жинақталған зейнетақы сомасынан жинақтаушы зейнетақыдан алатын болады. Кейінгі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушы Назгүл Садықова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.